Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен тура пиццериядағыдай қамыры өте жұқа 8-ақ минутта пісіп шығатын пиццаның рецебімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жылы суымызға 1 шай қасық ашытқымызды салып, бөлек 10-15 минутқа қалдырамыз. Он 15 минут өткеннен соң ұнымызды аламыз, үстіне жаңағы ашытқы қосылған суымызды құямыз, 1 шай қасық шекерімізді және жарты шай қасық тұзымызды саламыз. Қамырымыз жұмсақ болу үшін кішкене 25 мг сұйық май қосып жібердім. Енді ұнымызды жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз жұмсақ, эластичный, жұмыс жасауға өте ыңғайлы болып шығады, қолға жабыспайды. Енді дайын болған қамырымызды пакетикке салып, 10-15 минутқа қалдырамыз. Мына біздің қамырымыз дайын болды. Енді бұл қамырды алып, тура теңдей екі бөлікке бөлеміз. Мен көз мөлшеріне қарап 2-ге бөліп алдым қамырымды. Сіздер граммен таразыға қойып өлшесеңіздер де болады. Енді қамырларымызды тағы да пакетикке салып, арасына бір-біріне жабысып алмас үшін вилка қойып, тағы жарты сағатқа қалдырамыз. Қамырлар бір-біріне жабысып қалмас үшін мен әрқайсысына осындай 1 шай қасық өсімдік майын жағып шықтым. Енді қамырларымыз дайын болғанша біз пиццаның соусын дайындауға кірісеміз. 2 қызанағымызды алып, осылай беткі бөліктерін кесіп шығамыз. Үстіне ыстық қайнаған суды қойып, 10 минутқа қалдырамыз. Біздің бұл жердегі басты мақсатымыз қызанақтың сыртқы қабығын алу. Мына қызанақтарымыз дайын болды. Осылай қабықтары өте оңай алынады. Бөлек ыдысқа алып аламыз. Енді оны блендермен езіп шығамыз. Егер сіздерде блендер болмаса, онда үккішпен өткізсеңіздер де болады. Соусқа ерекше дәм беретін осы орегано дәмдеуші. Бұны кез келген дүкендерден таба аласыздар. Және шұжыққа мен осындай Нәрленнің президентский шұжығын пайдаландым, ал сырға осындай моцарелланы қолдандым. Енді табамызды қыздырып, 3 ас қасықтай сұйық май құйып, үстіне қызанағымызды саламыз. Қызанағымызды 1 минуттай қуырамыз, одан соң үстіне 3 бас сарымсағымызды саламыз. Үккіштен өткізілген болу керек. Сарымсағымызды қосып, тағы да жарты минуттай қуырып аламыз. Енді орегано дәмдеушін қосамыз. Бұны да жарты минуттай қуырамыз. Соусымызға дәм кіргізу үшін осындай 1 шай қасық паприкамызды және жарты шай қасық тұзымызды салып, тағы да жарты минуттай қуырып аламыз. Біздің соусымыз дайын болады. Міне біздің қамырларымыз да дайын болып қалды. Бір қамырымызды алып, қалған қамырымыздың бетін жауып қойып қоямыз. Енді осыны оқтаудың көмегімен жаямыз, жұқа етіп. Қамырдың тек астыңғы бөлігіне ғана кішкене ұн себеміз. Осы бір себілген ұн жеткілікті. Басқа ұн сеппейміз. Қамырдың шеттеріне осындай бортик шығару үшін орап шықтым.
Енді қамырды төңкеріп, пешке салатын тапаға орналастырамыз. Тапамыздың астына міндетті түрде пергамент қағазын төсейміз, әйтпесе асты жабысып қалуы мүмкін. Міне осылай. Соусымызды біз теңдей екіге бөліп аламыз. 2 пиццаға арналған. Соның жартысын осы пиццаға салып, жағып шығамыз. Үстіне үпкіштен өткізілген сырымызды саламыз, және бетіне шұжықтарымызды қойып шығамыз. Өте жіңішке етіп кесілген. Пиццамыз дайын болып қалған уақытта біздің пешіміз ең жоғарғы градуста қызып тұру керек. Асты үсті режиммен. Менде әсел пеш. Мен 320 градусқа қойдым. Ең жоғарғы градуста 8-10 минут пісіріп аласыз. Міне біздің тура пиццериядағыдай пиццамыз дайын. Өте жұқа қамыры. Егер де сіз 10 минуттан артық ұстасаңыз, онда қамырларыңыз қатты болып шығуы мүмкін. Жасап көріңіздер. Сатылымдағы пиццалардан ешқандай айырмашылығы жоқ. Өте дәмді ас болсын.